Жыл басына таласқан хайуандар ертегісі. Ең ерте заманда хайуандар жылдың басы болуға таласыпты. Сонда жылқы айтыпты: мен алысты жақын қыламын, күшімді көреді, сүтімді ішеді, қылма шейін арқан жібеседі. Адамға менен пайдалы мал жоқ, жыл ағасы мен боламын дейді. Түйе айтады сол кезде: сен адамның жұмысын қылсаң, сұлы, шөп асайтын тамағың үшін құл болдың. Міне, мен сен көтере алмайтын ауырды көтеріп, неше айшылық алыс жерлерге барамын. Аш болдым деп, арпа сұлы сұрамаймын. Көде болса көде, жусан болса жусан. Не кез келсе, соны қорек етіп, табылса су ішіп, табылмаса шөлде де жолға жүре беремін. Жыл басы болуға маған лайық деген екен. Сол кезде сиыр: адам егін ексе, менімен егеді, сүтімді ішеді, құртмай істейді, жыл басы болу маған лайық деген екен. Сол кезде қой: мен болмасам, қазақ үйін немен жабар едіңдер? Жүнімді алып киіз басады, жабағымнан киім тігеді, арқан жібеседі, сүтімнен құртмай алады, шаруаға менен пайдалыларың жоқ. Ит айтады: мен болмасам, сендердің көбіңді не ұрлап, не қасқыр жеп таусар еді. Мен сендердің баршаларының бақташымын. Дұшпан көрінсе, үріп, абалап иеме хабар беремін деген екен. Сол кезде тауық айтады: мен болмасам, кісі ерте жұмысына бармай ұйықтап қалар еді. Мен ерте тұрып таң атты деп шақырып хабар айтамын. Кеш болса, жатар мезгіл болды деп тағы шақырамын. Тышқан не айтарын білмей тұрады да бір түрлі қулық ойлап жиылған көпке айтады: бұл таластан ешбір нәрсе өнбес. Жылды қарап тұралық та, кім бұрын көрсе, сол жыл басы болсын дейді. Өзгелері қарап тұрғанда, түйе өзінің бойына сеніп, менен бұрын кім көреді екен деп тышқанның сөзін қостайды. Бәрі қарасып тұрады. Біраздан соң тышқан жорғалап түйенің өркешіне шығып отырады. Көп хайуан таласып, біз көреміз деп тұрғанда, ең биікте отырған тышқанды көріп еш нәрсе демепті. Сонан соң жылдың бәрінен бұрын тышқан көріп, хабар беріп, жыл басы болыпты. Түйе бойына сеніп құр қалыпты.